Армысыздар, құрметті менің тұрақты көрермендер мен каналымның қонақтары. Ағылшын тіліндегі сабақтарымызда ары қарай жалғастырамыз. Бүгін suggest етістігінің қолданылуы туралы екінші бөлім. Сонымен, suggest'тен кейін should деген етістікті қоюға болады. Оның формуласы мынандай: suggest that somebody should do something. I suggest дейміз, that міндетті түрде тұрады. Somebody'дің орнына өткендегі айтқанымдай, жаңағы кімге кеңес беріп отырмыз, сол адамды қоямыз. Сол адамнан кейін should'ті қоямыз, одан кейін етістікті to'сіз қоямыз. To керек жоқ ешқандай. Өздеріңіз білесіздер, should деген модальды етістік. Одан кейін модальды етістіктерден кейін жаңағы can, could, should, will, must тағы басқа модальды етістіктерден кейін to инфинитиві тұрмайды, to'сіз тұрады келесі глагол. Жақсы ма? Мысалы үшін, I suggest you should go to a doctor. Немесе I suggest that you should go to a doctor болады. Зәттің қалуы, қалмауы маңызды емес, бәрібір зәтті айтуыңызға да, жазуыңызға да, айтпауыңызға да, жазбауыңызға да болады. Ол сөйлемнің мағынасына сондай қатты әсер етпейді. I suggest you should go to a doctor immediately. Мен саған тезірек дәрігерге баруыңды кеңес етемін деген сөзде, жалпы ауыз екі тілде айтатын болсақ, сенің тез врачқа барғаның дұрыс болар. Сенің тез дәрігерге барғаның жөн болады деген мағынада, Келесі. They suggested that he should take a driving class. They suggested that he should take a driving class. Олар оған, яғни ер адамға, he деген сөз, көлік жүргізетін оқуға қатысуын кеңес етті. Яғни, не? They suggested дедік, suggested өткен шақта тұр, that дедік, одан кейін кімге кеңес беріп отырмыз, сол адамды қойдық, he, одан кейін should қойдық, одан кейін take деген етістікті to take деп жазбаймыз, take деп to'сіз жазамыз. Take a driving class, көлік жүргізу туралы оқу. Олар оған көлік жүргізу туралы оқуға қатысуды кеңес етті. Көлік жүргізу туралы оқуға барғанын жөн көрді. Келесі. Енді үшінші жақпен айтып көрейік осыны. Үшінші жақ жекеше түр. He, she, өздеріңіз білесіздер, үшінші жақтың жекеше түрі he, ол ер адам, she, ол әйел адам. Осылармен қалай айтамыз? Мен оған кеңес бердім ер адамға, мен оған солай істегенің жөн болар деп айттым дегенде ағылшынша қалай айтамыз? Соған келейік. Suggest that somebody do something деген конструкцияны өткенбіз. Енді үшінші жақтың мысалына қараймыз. I suggest that she study harder so she can pass the exam. Бұл шартты рай, subjunctive form деп аталады, оған бас қатырмаймыз біз грамматикаға. Біздің сабағымыз практикалық көмек болғандықтан, біз формула бойынша қалай айту керек екеніне дағдыланамыз. Яғни, мына жердегі назар аударатын басты бір жағдай, үшінші жақ жекеше түрде, егер естеріңізде болса, жай present indefinite немесе simple present формасында етістікке s дегенді қосқанбыз. Мысалы үшін, she studies hard, ол өте ынтамен оқиды деген, she works well, ол жақсы жұмыс істейді деген мағынада. Бірақ егер біз үшінші жаққа жекеше түрде suggest деген етістікті қолдансақ, онда етістікке s жалғауын жалғамаймыз. Осыны еске сақтаймыз. Яғни үшінші жаққа жекеше түрде тұрған адамға қандай да бір іс-әрекетті істеуге ақыл кеңес беретін болсақ, онда етістікке s жалғауын жалғамаймыз. Мысал үшін. I suggest that he drive carefully. Мен оның көлікті мұқият жүргізуін кеңес еттім. Көліктің мұқият жүргізуің жөн болар деп айттым деген сияқты мағынада. I suggest that he drives емес, he drive carefully. Бітті. His mother suggests that he stop smoking. Оның анасы, оның темекі шегуін тоқтатқанын кеңес етті деген мағынада, сөзбе-сөз аударсақ, сіздерге түсінікті болу үшін. His mother suggests. Suggest'ке s-ті қосамыз, өйткені his mother кім? Ол үшінші жақ кеңес етіп тұр.
кімге кеңес етті? Үшінші жаққа, ұлына, яғни he stop smoking. He stops smoking деп айтпаймыз. He stops smoking. Өйткені сөйлемде suggest деген сөз тұр. Келесі. I suggest she go to doctor immediately. Мен оған, яғни қыз балаға, әйел адамға, өйткені she дәрігерге дереу бару керек екендігін айттым. Дереу бару керек екендігін кеңес еттім. Okay? Сонда I suggest she go болады. She goes демейміз. She go to doctor immediately. Келесі ең оңай жолы suggest-тен кейін геруинди қою, яғни геруинди дегеніміз мен сіздерге түсіндіргенмін, етістікке ең жалғауын жалғау, немесе зат есім қою ең оңай жолы. Осы басқа жолдардың бәрімен салыстырғанда. Мысалы, I suggest you eating less meat and more vegetables. Мен саған етті аз жеп, көкөніс жемістерді көп жеуіңді кеңес етемін. I suggest you eating. Все, бітті осымен шаруа. Eating less meat, more vegetables. Келесі сөйлем. I suggest you not eating meat, but more vegetables. Мен саған етті мүлде жемеуді, бірақ көкөністі көбірек жеуді кеңес етемін. Not дегенде eatingнің алдына шығарып жібердік, болды. Бар жоғы осы. Келесі. They suggested waiting for another 10 minutes. Олар тағда 10 минут күте тұрайық деп кеңес етті. They suggested waiting. Етістікке енді жалғадық геруинди. For another 10 minutes, okay? Келесі, зат есім қойымыз. He suggested an efficient way to do this job. Ол бұл жолды тиімді атқаратын, бұл жұмысты тиімді атқаратын жолды кеңес етті. He suggested an efficient way to do this job. Не зат есім? He suggested не efficient way, тиімді жол. Maria suggested a good cafe to have dinner on Sunday. Жексенбіде тамақ ішу үшін Мария жақсы ресторанды кафені кеңес етті, ұсынды немесе, Maria suggested a good cafe to have dinner on Sunday. Бұл да зат есім. Сонымен біз герундиге байланысты, герунди емес, suggest-тен кейінгі қолданылатын әртүрлі етістіктердің мысалдарын осымен бүгін бітіреміз. Әдеттегідей сабақ ұнап жатса сіздерден лайк күтемін. Осы бүгінгі өткен материалдарға suggest-ке өзіңіз сөйлем құрап жазыңыз. Мен сізге тексеріп, дұрыс немесе дұрыс еместігін айтып жүремін. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар. Осы видеоны достарыңызға таратып, менің каналыма жазылуды және басқаларға да осы каналды кеңес етуді, бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен сау болыңыздар.